Достар, сіздермен бүгін мен Ернұр Майнкрафт, қалайсыңдар достар? Бүгін мен өзімнің ауылымды көрсетіп кететін болам, яғни қалай ауылымды дегенде, яғни ол полный ауылға өзгерістің бәрін, яғни ютубқа ауыс туралы болғаннан кейін мен сендерге осы ютубқа ауысты және де анау үйімді көрсетіп кететін боламын. Ал біз видеоға бастайық. Достар, видео бастамастан бұрын лайктарыңды басып, комментарияларыңды жазып, және де арнаға тіркеліп кетіңдер. Достар, одан кейін біз былайынан істедік. Фундаментінің бәрін шешетіне әр этажына сайын өйстіп қойып шықтық. Әдемі болады деген ойдамыз. Енді кіретін жерін өйстіп қойдық. И кірген кезде мына жақта андай отырып алып, қыстың күні пешканың қасында телевизор көріп отырасың. Мына жақта осы кухня, міне морозилка өңшең суларды қатырып тастағанбыз. Мына жақта осы посудалар тұрады. Мына жақта осындай балық, алма дегендер тұрады. Бұл жерде ракина, печка, торт қапты. И верстак тұрады. И мына жаққа одан кейін сол тамағымызды алып келіп қойып, жеп отырамыз. Телевизормен бірге Ануар екеуміз көріп бара жатырмыз. Достар, одан кейін Ануармен бірге видео шығарғаны қалайсыңдар ма? Ондай болса комментарияға жазып кетіңдер. Мына жақта отырып алып, өйстіп PlayStation ойнаймыз, немесе мына жаққа тұрып алып TikTok немесе YouTube түсіреміз. Ал мына жақта өйстіп музыка қойып қоямыз, біреуіміз музыка не істеп билейміз, оған да скоро бір видео түсетін шығар. Мына жақта туалет, мына жақта душ, сосын мына жақта артында хромакеймен. Бірінші этаж міне осындай. Енді өте дәу, не шағын емес, нормаль үй деп ойлаймын. Былайынан екінші этажға көтерілген кезде мына жақта өйстіп тұрады. Бұл жақта енді былай қарай мен бөлмем. Кірген кезде мына жақта мысығым отырады. Мына жақта мен де TikTok, YouTube түсірем. И одан кейін верстак, сағат, 2 сағат тұр. Одан кейін мына жаққа отырып алып, сендерге арнап видеомды түсірем, телевизор көрем. Осындай шағын ғана мен бөлмемде. Былайынан мына полка еще так жарықта беріп тұрады ғой. Мына жақта болса сундук, алмазный кирка ғана тұр екен. И менің мысығым. Содан кейін мысыққа не деп ат қоямыз, соны жазып кетіңдер. Мысық деп, и соның атын жазып кетіңдер. Кіретін жеріне өйстіп қойғам, әдейілеп бөлмеме. Ал мына жақта болса кіреберіс екінші этажында осындай гүлдер тұрады, и бір торт, өйстіп жай ғана сәндеп қойғанбыз. Мына жақта тағы да бір бөлме бар. Бұл бөлме тоже менікіне ұқсайды екен, былай сындыра салайын, менің төсегім секілді екен. И мына жақта отырып алып, бұл бөлмеге де скоро ноутбук алып келіп қойсақ, немесе телевизор, қонақтар келсе осы бөлмеде жатады. Үшінші этажда болса мына жақта екі шетінде дегенде екі түрлі. Мына жақта осындай қонақтарға, яғни қонақтар демекші, бұл яғни мирастың бөлмесі. Мирастың бөлмесі бұл. Ал мына жерде болса Ануардың бөлмесі. Ануар ол әлі зені ол ютубқа ауысты біледі, бірақ әлі кірген жоқ ютубқа ауысқа. Оны өткен қолдары босамай жүр. Дегенде ол каналдардың шаруасымен жүр, каналдың шаруасымен. Осындай біздің ютубқа ауысты өте дәу емес, шағын, 4 комналы, 3 этажный 4 комналы осындай үй. Видео пайди қысқа болып қалды, Кстати, достар, мені былайынан осы қарай істеп қоғамыз. Егерде 40 немесе 50 подписчикқа жететін болса, осы жақта тойлаймыз, Ануардікін де тойлаймыз. Және де Мирастың каналы ашылатын болса, немесе Дастанның дегенде, демек олардікін да несейміз. Достар, кстати, жаздың күні оқушы өмірі шығады. Полный айтайын, жаздың күні оқушы өмірі шығады. Жаздың күні оқушы өмір шығады. Неліктен жаздың күні десеңдер, жаздың күні өткені бәріміздің басымыз қосылады. Енді бәріміз дегендей, енді жарты сериалға Дастан түседі, жарты сериалға Мирас түседі дегендей, полный басымыз қосылған кезде түсіреміз. Оқушы өмірін жазда басымыз қосылады, сол кезде полный балалар болып, сол кезде оқушы өмірін түсіреміз. Достар, енді сендерге мұнан көрсетіп кетсек, осы өзімнің статуямды, яғни өзімнің денемді. Бұл жақта осындай, мына жақта сундук тұрады. Бір сөзбен айтқанда, мына жақта
тамақ пісіресің. Екінші этажда болса тамақ ішесің. Міне тамақ ішесің бұл жақта. Мына жақта болса компьютер ойнайсың. Мына жақта мен ойнасам, типа мына жақта Ануар ойнайды. Ал ең басымда болса, менің басымда бұл жақта болса былай екі иыққа қарай шығуға болады. И простой бұл жақта төсектер қойып қою керек еді. Ануар негізі маған пранк жасап полный төсегін бәрін алып кеткен еді. Так, достар, ендігі сендерге, кстати, кузницамның астын көрсетіп кетейін. Кузницамның астын. Бұл жерде астында бізде ютубқа ауысқа керекті заттар тұрған еді. Міне әлі тұр, мынау міне Ануардікі оранжевый, ол жақтан өзі алып кететін шығар деген ойлам. Міне анау PlayStation'дікі енді осыны енді екінші этажға ма или үшінші этажға ма қою керек. Бұл тағы да бір телевизор. Мына жақта болса менің төсегім тұр. И мен заттарым, и печка, верстак, осындай кітаптар, и осындай, и ана екеуі болды. Достар, жалпы осындай кузницам, одан кейін мендегі бүткіл ютуберден ерекше менің кузницам. Неліктен мен үйтіп айта аламын? Себебі олар бүкіл ютуберде мына жақта печка, верстак, печка тұрады. Одан кейін мына жақта төсектері тұрады, мына жақта сундуктар тұрады. А менде болса бәрі басқаша. Былайына кірген кезде менде пустой. Одан кейін былайына отырып алып, сағат қарайсың, немесе кітаптарыңды оқисың. Мына жақта верстак пен печка астында. Төсегім вообще мына жақта. И сундугым менің мына жақта. Астында көрсетіп кетейін сендерге үйімнің. Бұның астында болса тоже осындай. Мына жаққа 40 подписчикқа жетсек мына жаққа қоям. 40 деп 50-ге жетсек мына жаққа 50 деп қойып қоям. И мына жақта сундук, короче, отырып алып видеомды түсірем сендерге арнап, короче, осындай. Жалпы осындай. Достар, енді сендерге тағы да мен немді де көрсетіп кетейін. Өзімнен EA деген магазинімді, мини супермаркетімді жетелдер қазір тола жүріп өткен қазір акция, жетелдер 50% қазір акция. Сол үшін бәрі жүр, киім алып, торт алып дегендей, тамақ алады, мынандайларды алады, сосын есіктер алады, басқа не алады бұлар? Таласып жүр әлі. Тамақтарға міне, тамақтар тола ғой міне, осының бәріне очередьте тұр. Тоқтаңдаршы, көрсетіп жіберейік видеоға. Қашыңдаршы. Міне, осы тамақтың бәріне, мынан бәрі таласып жатыр міне. Көрдіңдер ма? 50% скидка кезінде бәрін себеп жүр. Даже кәлемнен өзі қайтара алмай жүр бәрін. Достар, жалпы ауыл бізде осындай. Мінеки YouTube қауысты да сендерге көрсетіп шықтық. Енді алда енді осы YouTube қауыстан көретін боласыңдар мен арнамды және де менің өзімді. Осы YouTube қауыстан мен күніге сендерге арнамын. Күніге емес енді сендерге арнамын барынша тырысамын бұл видео түсіруге. Достар, одан кейін тезірек 40 подписчикқа жеткізіп тастайық. Сәл ғана қалды, 3-4 подписчик қана қалды. Жай ғана даже ата-аналарының телефондарына подписаться етсеңдер де болды ғой. 40 подписчик болады да шығады. Достар, жалпы осындай енді. Достар, егер де видеоны алса лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Достар, короче, енді сендермен болған мен Ернұр Майнкрафт ендеше достар, амандықта жүздескенше сендермен қазіргі телеарнада тұрған Ернұр Майнкрафт каналынан Ернұр сендерге тікелей сәлем жолдап отыр деп айтып қойсам, короче. Ендеше достар, сендермен болған мен Ернұр Майнкрафт, амандықта жүздескенше сау болыңдар.